Құлынжон, Аққала, Көкжара ауылдарында су құбырларын салу кезінде сапасыз орындалған құрылыс жұмыстарының салдарынан 4 жыл бойы халықты сумен қамту мәселесі шешілмей тұр. Облыстық бюджеттен тиісті қаражат бөлінді. Серік Жеңісұлы. Поручение главы государства по стопроцентному обеспечению населения питьевой водой до конца года должен быть выполнен. Қатты бақылауға алыңыз. Басыңызбен жауап бересіз. Қалалар мен аудандардың әкімдері сумен жабдықтау объектілерінде құрылыс жұмыстарының сапалы жүргізілуін, бірінші кезекте қаржыны игеруіміз сапалы жүргізілуін, сосын барып қаражаттың толық игерілуін қатаң бақылаңыздар. Мемлекет басшысының халықты сапалы ауыз сумен 100% қамтамасыз ету тапсырмасын орындау үшін Өскемен қаласының үлкен Нарын, Қатон Қарағай, Ұлан және Шемонаиха аудандарының әкімдері 8 құрылыс жобасының уақытында пайдалануға берілуін қатаң бақылауда ұстасын. Қандай да бір сұрақтар туындап жатса, шұғыл шешу жолдарын қарастырсын.